Оңтүстік Қазақстан тарихқа бай өлкө, табиғаты әсем, климаты жанға жайлы. Басқа өңірлерге қарағанда бұл жерде емдеу, сауықтыру шипажайлары өте көп. Оған бір қалыпты ауа райы мен табиғаты және емдік қасиеті бар жер асты суларының көп болуы да себеп. Біз бүгін Оңтүстік Қазақстандағы тағы бір емдеу сауықтыру шипажайына келдік. Шипажай емінің адам ағзасына пайдасы көп. Ол жерде денсаулығыңызды нығайтып қана қоймай, табиғат аясында ойыңызды сергітіп, тек тәніңізді ғана емес, жаныңызды да сауықтырасыз. Үнемі шипажайда демалатын адамдарға қыста көп суық тимейді, тұмау сияқты аурулардан жеңіл өтеді. Шипажай демалысының өзіндік ережесі, қағидасы бар. Қалыпты ұйқы, уақытлы демалыс пен дұрыс тамақтану. Мұның бәрі емнің әсерін арттырады. Бүгінде шипажайлар тек емдік сауықтыру шараларын жүргізіп қана қоймайды. Келушілердің уақытын қызықты әрі пайдалы өткізу үшін түрлі мәдени шаралар да ұйымдастырылады. Шипажайда зерігуге уақыт жоқ. Көп жағдайда санаторийлер табиғи емдік суы мен балшығы бар жерлерде орналасады және емдік процедураларға сол жердің табиғи ресурстарын пайдаланады. Біз ат басын бұрған шипажайда да осындай сулы, нулы жерден табасыз. Шымкенттен 25 шақырым, ал Манкент станциясынан 6,5 шақырым қашықтықта орналасқан. Ертеден келе жатқан Қазақстан шипажайларының бірі. Климаты қолайлы, саф таза ауасы, тұмса табиғатының өзі ем. Бұл жерде жел тұрмайды, тымық. Жер астынан емдік қасиеті жоғары минералды су шығады. Шипажайдың артықшылығы осыда. Шипажайда жайлы демалыс үшін барлық жағдай жасалған. Демалушыларға арналған 25 корпус бар. Оны жеке тұрған жазғы коттедж. Жалпы шипажайда 629 бөлме бар. Оның 383-і қыс мезгіліне арналған. Демалушыларға түрлі санаттағы бөлмелер ұсынылады. Стандартты, жайлы және апартаменттер. Келушілер талғамына сай таңдау жасайды. Балалармен бірге демалуға келгендер отбасылық бөлмелерге орналаса алады. Ал жолдама құны сіз таңдаған бөлме мен қызмет түрлеріне байланысты. Шипажайда 3 мезгіл тамақ беріледі. Пайдалы әрі құнарлы ас мәзіріне демалушылар дән риза. Сондай-ақ стандартты емдеу процедурасы мен түрлі ойын-сауық мәдени шаралар бар. Барлық емдеу сауықтыру мекемелерінде емделушінің сырқатына, қабылдайтын еміне байланысты нөмірленген диета жүйесі ұсынылады. Бүгінде диеталық үстелдің 15 түрі бар. Ал бұл шипажайда емдік шаралар 4 түрлі диеталық жүйе бойынша жүргізіледі. Атап айтқанда, нөмірі 5-ші, 8-ші, 9-ші және нөмірі 15-ші үстелдер ас мәзірін диетолог дәрігерлер бақылауында ұстайды. Сауықтыру және курортологияның тамақтану стандарттарына сәйкес калориялар есептеліп 7 күндік мәзірін әзірлеген. Тағы бір ерекшелігі шипажайдың өз жылыжайы бар. Өздері өсірген табиғи өніммен қысы-жазы қамтамасыз етіп отыр. Шипажайда ем шаралар балнеотерапия негізінде жүргізіледі. Оған Манкент кен орнынан 1210 метр тереңдіктен шығатын минералды суды пайдаланады. Ол төмен минералданған және әлсіз сілті натрий сульфаты хлоридінің класына жатады. Су ішу үшін де балнеотерапияда да қолданылады. Асқазан ішек жолдарының ауруларына, урологиялық және гинекологиялық ауруларға, полиартритке, остеохондрозға, спондиол артритке, радикулитке тиімді. Мынау біздің питьевой бюветіміз. Бұл жерде жаңа айтып өттім. Жердің астынан 1210 метр тереңдікте минеральный су шығып жатыр. Ол суымыздың мінекей түрі сарғыш болғанымен температурасы 38 градус. Құрамында жаңағы элементтерге өте бай дедім. Бұл суды күнделікті тамақтың алдында жарты сағат бұрын 150-200 миллиграммнан ішіп отырамыз. Бұл суды өтінде және бүйрегінде тасы бар кісілерге ішуге болмайды. Басқаларға ішкенде өте пайдалы, асқазан ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Там темір бар, сондықтан түсі шалғыштау, но бірақ жағымсыз иісі, несі жоқ, дәмі жоқ, бәрі жақсы. Ұнады ма сізге? Да. Емдік қасиеті өте жоғары.
асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады, қан айналымын жақсартады. Санаторий, понятно, что есть минеральная вода, но, наверное, самое главное – это медицинский корпус, кто в нем работает. Сіздің шипажайда қандай дәрігерлер бар? Біздің санаторийда врач-реабилитологтар істейді, одан бөлек кардиолог врачы бар, уролог врачы бар, гинеколог врачы бар, узист дәрігері бар, содан кейін окулист дәрігер бар, невропатолог дәрігер бар. Біздің санаторияға шипажайға демалуға келген кезде міндетті түрде өздерінің санаторно-курортный картасын алып келу керек. Және өздерімен бірге соңғы анализдерін, УЗИ өткендерін, МРТ, КТ солардың қорытындыларын алып келгені жақсы. Егер анализдерін өтпеген жағдайда бізде жаңағы ақылы түрде анализдерін тапсыруына болады, жаңа УЗИден өтуіне болады. Кардиограмма да бар. Жаңағы узкий специалистерден консультация алуларына болады. То есть сразу, чтобы было понимание, да, кому противопоказано, кому можно и кого как. Именно сол результаттар анализдерінің нәтижесіне қарап, қабылдаған дәрігерлер назначение береді, ауруға өзіне болатын, болмайтын нәрселерді, өзінің диагнозына қарай беріледі. Оптимально. Қанша күн ем алу қажет? Негізі полный лечение алу үшін 2 апта демалған жақсы, но бірақ бізде в основном 10 күнге келеді. 10 күнге келеді емделу. Құрамында гидрокарбонат иондары және минералды су асқазан ішек жолдарына тиімді әсер етеді. Олар гастрит, колит және панкреатит, асқазан жарасы және қан диабеті үшін тиімді. Темір минералды сулардың қан айналымы жүйесіне емдік әсер бар. Өйткені олар эритроциттердің пайда болуына ықпал етеді және қандағы гемоглобинді арттырады. Олар анемияға тиімді көмектеседі. Құрамында йод көп, минералды сулар зат алмасу процестерін белсендіруді ынталандырады. Жүйке жүйесіне тыныштандыратын әсер етеді. Қалқанша безінің жұмысына оң әсер етеді. Кремнийлі сулар тыныштандырады және қабынуға қарсы әсерге ие. Олар әсіресе асқазан ішек аурулары бар егде жастағы адамдарға пайдалы. Калий жүректі нығайтады, бүйрек қызметін жақсартады. Ал кальций сүйек, бұл шығет тісті нығайтады. Жүрек қан тамыр жүйесіне пайдалы, денеде иондық тепе-теңдікті орнатады. Қанның ұюына пайдалы әсер етеді. Магний көмірсутектер мен энергия алмасуын реттейді. Жүйке жүйесінің жұмысына көмектеседі. Минералды су ваннасы адам ағзасына пайдалы және оның қорғаныс қабілетін арттырады. Санаторийде немесе курортта емделу мен релаксацияны ерекше ететін нәрсе қол жетімді табиғи факторларды пайдалану. Олар әртүрлі тәсілдермен ішу процедуралары үшін ингаляция ванналар мен бассейндерде қолданылады. Айтпақшы, шипажайда балалар мен ересектерге арналған үлкен жабық бассейн бар. Жүзу буындарыңыз бен сүйектеріңізге артық жүктеме артпай жасауға болатын жаттығудың тамаша түрі. Бассейнде жаттығу кезінде ағза көтере алатын жүктеме жүректі нығайтады және оның маңызды функциясын біркелкі орындауға көмектеседі. Жиырылу, қан айдау бұл бүкіл денеде қан айналысының айтарлықтай жақсаруына әкеледі. Курорт шипажайларға негізінен түрлі сырқаты бар адамдар келеді. Негізі емдік шараларда ауру өршімей тұрып қалған дұрыс, әсері жақсы болады. Сондай-ақ көптен бері медициналық тексерістен өтуге мүмкіндігі болмаған адамдар шипажайға келіп, жайлы жерде толықтай дәрігердің тексеруінен өте алады. Біздің санаторийдің негізгі құндылығы минеральный су. Минеральный су жер астынан 1210 метр тереңдіктен шығып жатыр. Ол судың температурасы 38 градус, түрі сарғыштау болғанымен ешқандай жағымсыз иісі немесе дәмі жоқ. Минеральный суды жылда ішкен кезде асқазан ішек жолдарының, өт жолдарының жұмыстарын жақсартады. Негізі бұл минеральный су бізде көптеген химиялық элементтерге бай. Атап айтатын болсақ, сульфат, хлор, натрий, магний, бром, кальций, йод бар и күкірт бар. Бұл минеральный суымыз көптеген ауруларға пайдалы. Негізінен біз санаторийдің емдейтін ауруларымыз тірек қимыл жүйесінің аурулары, атап айтатын болсақ, артриты, артрозы, остеохондрозы, омыртқаның грыжасы, ревматизм, ревматоидный артрит и бруцеллезден кейінгі артриттер. Сонымен қатар асқазан ішек жолдарының да жұмыстарын жақсартады. Именно ол жерде созылмалы гастрит, асқазан ішек жолдарының жарасы, өт ауруының қабының қабынуы және тоқішектің қабынуына өте жақсы көмектеседі. Сонымен қатар біздің санаторийға жүйке жүйесінің нашарлауы ауытқулары бойынша да аурулар келіп демалады.
Бұған айтатын болсақ, жаңағы ұйқысыздыққа жақсы көмектеседі, жүйкенің тозғанына жақсы көмектеседі. Сонымен қатар қан аздарға да жақсы көмектеседі, өйткені судың құрамында темір бар, 2 валентті, 3 валентті. Және тері аурулары, жұқпайтын тері аурулары бар. Псориаз, экзема, аллергический дерматит деген аурулар, соларға да өзінің жақсы әсерін беріп жатқанын біз күнделікті практикадан байқап отырамыз. Бұл суды біз ішумен қатар тамақтың алдында жарты сағат бұрын ішіп отырады. 150-200 миллиграммнан одан бөлек наружно да қолданамыз. Ванна ретінде, циркулярный душ, бассейн ретінде қолданамыз. Сонымен қатар мынау ауыз қызыл иекті шаюға, ішекті, асқазанды шаюға және жыныс жолдарын шаю ретінде де қолданамыз. Бұл минеральный судың пайдасы жоғары. Сонымен қатар біздің санаториумызда осы бальня терапия дейміз ғой, сумен емдеу, одан бөлек парафин азокерит деген процедура бар, жаңа буын ауыратындарға, буындарға өте жақсы жұмысын жақсартады. Және электролечение бірнеше түрлері, светолечение, сонымен қатар магнитотерапия, ультразвуковая терапия, лазеротерапия, сондай емдеріміздің түрлері бар, 40-қа жуық емдер бар. Как много людей к вам? Шипажайға келушілер көп пе? Демалушылар қай өңірлерден келеді? Да, в основном бізде жылына 16-18 мыңға жуық халық демалады. Өзіміздің Қазақстанымыздың түкпір-түкпірінен келеді. Одан бөлек жақын шетелдерден, Ташкенттен, Россиядан және Германиядан да келіп демалған отдыхаушыларымыз бар. Байқағаным, шипажайдың аумағы үлкен екен. Балаларға арналған алаңдардың көп екенін көріп тұрмын. Бұл жерде отбасылық демалыс та қарастырылған сияқты. Иә. Отбасымен де демалуға болады. Бұл жерде 4 жастан жоғары балаларды қабылдаймыз. Жазды күндері адам көп кезінде бұл жерде детский балаларды ойнағанға развлекательный центр жаңағы орналастырылған. Жаңағы воспитательницамыз болады, балаларға қарайтын ата-аналары емдеуде жүрген кезде. Балаларға 10 түрлі ем бар. Балалар да емделуіне болады. Шипажайда демалушылардың бос уақытын көңілді өткізу үшін де бірқатар шаралар ұйымдастырылады. Денсаулығыңды нығайтып, әрі көңілді де сергіту үшін бар жағдай жасалған. Ұмытылмастай әсерлі кеш, жаның мен тәніңе дәру болар ем. Демалыс орнының басты кредосы. Шипажайда мезгіл-мезгіл ойын-сауық шаралары, концерттер мен экскурсиялар, би кештері мен балаларға арналған анимациялар өткізіледі. И вот еще один пример того, как нужно... Міне, келген қонақтың көңілін табу, оларға жайлы демалыс ұйымдастыру деп осыны айтуға болады. Таза ауада серуендегің келсе, шипажай аумағы үлкен, процедуралардың түрі де көп. Жер астынан 1250 тереңдіктен шығып жатқан емдік суды ішуге де, ванна қабылдауға да болады. Қаласаңыз жаңа спорт кешені де бар. Ал шаршап, оңашада демалғыңыз келсе, бильярд ойнауға болады. И хочется просто как-то уединиться, поговорить с кем-то. Пожалуйста, бильярдный стол. Спорт денсаулық кепілі. Ауырып, ем алған жанның денесін шынықтырып, оңалту бағытында спортпен айналысқаны дұрыс. Бұл бағытта шипажайдың спорт сауықтыру бағдарламасы кез келген жастағы пациентті оңалтуға бағытталған. Белсенді демалысты ұнататындар үшін шипажай аумағында спорттық құрал жабдықтармен жабдықталған жаңа кешен орналасқан. В очередной раз поражаясь масштабами и... Бұл жердегі көрсетілетін қызметтің соншалықты жан-жақтылығына тағы таң қалып тұрмын. Бәрі жіті ойластырылған. Мына жаңа спорт кешені тіпті керемет. Бұл жерде футбол, волейбол, баскетбол ойнауға болады. Демалысты спортпен ұштастыруға болады. Люди продумали абсолютно все. Хочешь отдыхать – отдыхай. Хочешь заниматься спортом – пожалуйста. В Туркестанской области немало санаториев, все они отличаются друг от друга. Түркістан өңірінде санаторийлер өте көп, бірақ олар бір-біріне ұқсамайды. Өзіндік ерекшеліктері бар. Қазір біз ең үлкен шипажайға келдік. Мына картаға қарасаңыздаршы, түрлі нысандармен 49 ғимарат көрсетілген. Корпустарда көп екен. 19, 20, тіпті 25 корпус бар екен. Сауна, субұрқақ, ойын-сауық орталығы, теннис корты, балаларға арналған ойын алаңы, сұлулық салоны, дәмхана, би алаңы бар.
Сондай-ақ ересектер мен балаларға арналған бассейндер, әкімшілік кешені де бар екен. Барлығы бар, тек осындай мүмкіндікті пайдаланып демала білген жөн. Чего здесь только нет. И, в принципе, территория здесь обязывает тебя ходить, гулять из корпуса в корпус, может быть, да, постоянно двигаться. То есть хочешь, не хочешь, а прогулки у вас здесь будут каждый день. Оңтүстік өңірге келіп тұрып, түркі әлемінің рухани астанасы киелі Түркістанға соқпай кету мүмкін емес. Ол Шымкенттен 180 шақырым жерде. Жолға таңмен ерте шықтық. Көлік ағыны көп болғанымен жол тегіс, жақсы екен. Қазақстанның қиыр оңтүстігіндегі жазық даланың қақ ортасында орналасқан қала туризм индустриясы тарихының сый іспетті. 1500 жылдық тарихы бар бұл қала бүгінде орталық Азиядағы мұсылман зияратының маңызды орталықтарының бірі. Түркістандағы Әмір Темірдің жарлығымен салынған Қожа Ахмет Яссауи кесенесі баға жетпес тарихи мәдени мұра. В Туркестанской области действительно очень много мест, которые... Түркістан өңірінде сан ғасырдан сыр шертетін тарихи ескерткіштер мен көрікті жерлер өте көп. Егер оңтүстік өңірдегі шипажайда демалсаңыз, міндетті түрде қасиетті өлкені аралап көруді де ұмытпаңыз. Ал Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі адамды өзіне тартатын тылсым күші бар, руханияттың ордасы. Бұл зиярат ететін орын. Көріп отырғаныңыздай, мұнда тек қазақстандықтар емес, тіпті шетелден келетін туристер де көп. Олар осы тарихи орынды көруге келген. Арасында бұл жердің тарихы терең. Көне сәулет өнерінің қолтаңбасы бар. Көне дәуірдің ізі қалған. Ата тарихпен байланысты талай қызықты әрі қажетті дерек бар. Осы жерге келсем, балалық шағым есіме түседі. Міне осы өңірде туып өскенмін. Түркістаннан 26 шақырым жердегі Кентау қаласы туған жерім. Бала кезімде бізді автобуспен осы жерге саяхатқа жиі алып келетін. Мен үшін бұл жер ыстық. Сондықтан Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне келемін. Қожа Ахмет Яссауи. Туристік маусым кезінде бұл жерде фотографтар, автокар қызметін ұсынушылар көп. Тіпті түйеге мініп немесе шағын автокармен осы аумақты түгел аралап шығуға болады. Саяхатшылар барған жерінен кәдесый алмай кетпейтіні белгілі. Бұл жерде де әдемі заттарды алуға болады. Бағасы да қымбат емес екен. Традиционно места, которые посещают очень много людей. Қашанда адам көп жерде саудада қызады. Түркістанда сауда қызған. Киімнен бастап ұсақ түйек заттарды да сатып алуға болады. Бұл жерден өзіңе, жақындарыңа естелік сыйлық таба аласыз. Буквально все. От одежды до брелков. На память можно себе взять. То есть люди стараются, предлагают очень широкий ассортимент. Очень интересно. Ходишь по историческим местам, и в то же время всегда есть возможность купить что-то себе, родным, близким на память. Бұрын Түркістан оңтүстік Қазақстандағы жай қала болатын. 2018 жылы қала облыс орталығы болып бекітілді. Сондай-ақ Түркістанға түркі әлемінің рухани астанасы мәртебесі берілді. Ал Шымкент болса республикалық маңызы бар қалаға айналды. Түркістан қаласын туристік кластер арқылы дамыту жоспарланды. Бірқатар әрі туристік нысандар бой көтерді. Ал Түркістанның шығысында еліміздің астанасына ұқсас жаңа қала пайда болды. Түркістан ресми түрде дүниежүзілік мұра қалалары ұйымына мүше. Туристер қасиетті жерге келгенде әдеп сақтап киелі мекеннің маңызын ұғынғаны абзал. Әйтпесе кейбір келушілердің бейәдеп қылығы, дөрекі мінезі, қоғамдық тәртіпті сақтамауы жиі айтылып жүрген мәселе. Уважаемые посетители, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен оның аумағы киелі де қасиетті жер. Кесене аумағында шылым шегуге, алкогольді сусындар ішуге, қоқыс тастау, қабырғаларға сурет салуға, сондай ғимараттағы ағашқа шығуға болмайды. Кесененің аумағы өте үлкен. Біз айналып шықтық. Айналасы мұнтаздай таза, жинақ екен. Келушілердің қасиетті жерге деген құрметін байқадық. Қуанарлық жайт, осындай жерді көзіміздің қарашығындай сақтап қорғайық. относиться к нашим святым местам.
Түркістанға жылына орта есеппен миллионға жоқ турист келеді екен. 2025 жылға қарай бұл көрсеткіш 5 миллионға жетеді деген болжам бар. Түркістанның Ұлы Жібек жолында орналасуы да бұл қаланың мәні мен маңызын айшықтай түседі. Көне шығыс мәдениеті мен бүгінгі заманның сәулетіне айналған тарихи қалаға қош келдіңіз.